Манчестер Сити өздеріне қандай қақпашы алмақшы? УЕФА президенті Чеферин қай клубтарға штраф салуда? Ал Томас Парти кімді зорлап жүр? Осы және осы ұқсас жаңалықтарды біздің арнамыздан көресіздер. Арнамызға тіркеліп әрине лайк басып бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ әдеттегідей жаңалықтарымызды бастайық. УЕФА тарапынан қаржылық фейрплей ережесін бұзған үшін жаңа айыппұлдар жарияланды. Бұл жолы кінәлілер онша көп емес. Соңғы 2 қаржылық жылға жасалған тексеру нәтижесінде 6 команданың табысты есеп беруінің заң бұзушылық бар екені байқалды. Топ клубтарда бар, ортаңғыл клубтарда бар, Челсида бар, Барсада бар, Лион, Астон Вилла, Порту, Хайдук сияқты клубтарда бар екен қатарында. Ең үлкен айыппұл Челсиға салынды. Байқасаңыздар, Челси көп ойыншылар алады, сол себепті фейрплей ережелерді бұзылып кеткенде кейбір ойыншылармен 10 жылға дейін келісім шарттарға отырып тастайды. Ағылшындар міндетті түрде 20 миллион евро айыппұл төлеуі керек. Тағы да 60 миллион евро шартты айыппұл түрінен де белгіленді. Барселонада ауыр жағдайға тап болды. Каталондықтар міндетті түрде 15 миллион евро айыппұл төлеуге тиіс, яғни 35 миллион евро төлеуі мүмкін, егер Благрона УЕФА ережелеріне сәйкес келе алмаса. Каталония радиосының жазуынша, Барса жағдайындағы басты мәселе Ла Лига мен УЕФА арасындағы есеп жүргізу тәсілдерінің айырмашылығында. Дәл осыны Джоан Лапорта УЕФА президенті Александр Чеферинде жуырдағы кездесуде түсіндіруге тырысқан болатын. Блограна бір жыл бұрын УЕФАның қаржылық фейрплейді бұзғаны үшін 500 мың евро төлеген ескерсек, бұл жолы санкциялар спорттық салаларға да әсер етуі тиіс. Мысалы, Барселонаның чемпиондар лигасындағы құрамын қысқарту туралы болған. Алайда Чеферин каталондықтың президентін уәжін тыңдап спорт жазалауынан бас тартты. Сәрсенбі күні Лапорта мен Чеферин санкцияларды келісу үшін тағы кездесті. Сол кездесудің нәтижесінде айыппұл 15 миллион евро болып бекітілді. Бұл Барселона үшін өте жағымсыз айыппұл, бірақ сыни деңгейдегі емес. Лионда тәртіп бұзған үшін ұшып кеткен болатын. Астон Виллаға келсек, бұл клубтан 5 миллион евро өндірілді, және тағы 10 миллион евроны талап етілуі мүмкін, егер клуб жылдық қаржылық мақсаттарына жете алмаса. Хорватиялық Хайдук ең қатты тәртіп бұзушы ретінде 300 мың евро міндетті түрде төлеуге міндеттелді. Тағы 1 миллион 200 мың евро шартты айыппұл ретінде белгіленді. Сондықтан алаңдамауға болады, ол жазадан қашып құтылған жоқ. Пари Сен-Жермен мен Манчестер Сити туралы сұрақ әрдайым қойылады. Сондықтан бірден айтайын, оларға ешқандай санкция салынған жоқ. Тағы да ақпараттар шығып жатыр. Қазіргі уақытта Лион клубы естеріңізде болса, алдыңғы жылдарда айтып жүрміз, Лига 1-ден ұшып кетті Лига 2-ге. Лига 1-ге қайта оралу үшін есеп шотында жоқ дегенде 100 миллион евро тауып қоюы тиіс. Бірақ Лион клубы ондай ақшаны қайдан табады, сол да қазір қызық болып жатыр. Пари Сен-Жермен Лионды құтқару үшін Баркаляның трансфер ақшасын алдын ала төлеп көмектесті. Егер Джонсон Текстердің сөзіне сенсек, Лионның есепшотына Кристал Пэлас акцияларын сатудан түскен қаражаттың едәуір бөлігі кеп түскен. Жалпы енді 200 миллион евродай табыс түскен. Осы ақшалармен Лига 1-де Лион клубы қалуы мүмкін. Қазіргі уақыттағы Лионның қаражаты қаншалықты бар екені қазіргі бәрімізге белгісіз. Айдың басынан бері лондондық Арсенал 2-1 ойыншымен қоштасып, кешек канадалар Такирхо Такиясумен қош айтысқандарын жариялады. Жапон қорғаушысымен келісімшарт 2 жылдық келісіммен бұзылды. Өткен маусымда Тамиясу алаңға тек 1 рет қана шыққан, Саутгемптонға қарсы матчта және 1 болғаны 6 минут қана ойнаған, бәрі жарақаттардың салдарынан. Өткен жазда Тамиясу тізесіне ота жасатып, сезонға басқа ойыншылардан кеш қосылды. Ақпанда оған қайтадан тізе операциясы жасалды. Содан кейін маусымның соңына дейін қатардан шықты. Микел Артета оның алаңдағы жағдайды дәл бағалай алатын және ең қиын сәттерді сабырлық таныта алатын бірден-бір қорғаушы ретінде айтып өткен. Бірақ енді бұл ойыншымен де Арсенал клубы қоштасты. Себебі әрине ойнамайтын ойыншы үшін не үшін біз ақша төлейміз деп. Енді Арсеналдың бұл шешімі де өте дұрыс деп айта аламыз. Ағылшын басылымдарының ақпаратына сенетін болсақ, бұл ойыншының орнына тағы бір қорғаушы қосып алғысы келеді. Енді екінші құрамға мықты қорғаушы алмайды, бір екінші құрамға бір ойыншы алсақ деп отыр. Тағы да сіздерге ескерте кетейін, Томас Парти 1 апта бұрын Арсенал клубынан кеткен болатын. Енді ушулы болып кетті Томас Парти. Қазіргі уақытта ақпараттарға сенетін болсақ, абыройлы басылымдардың өзі бізде жеткізіп жатыр. Томас Парти 3 қызды зорлаған екен. Енді бір күнде зорламаған бәрін. Енді апталарға бөліп зорлаған енді дисциплина болып.
Оның агенті айта кетті, Томас Парти ешқандай қыздармен ара қатынаста болмаған. Ол тек бар күшін Арсеналға көрсеткен және қазіргі уақытта біз жаңа клуб іздеумен айналысуымыз керек және біз жақсы командаға баруымыз тиіс деп өзінің сөзін аяқтаған екен. Енді кім айтады өзінің агенті бола тұра Томас Парти біреуді барып зорлап келді деп айтпайды ғой. Осындай ақпараттар қазіргі уақытта Томас Партидің болашақ клубына әсер етуі мүмкін. Қай команда осындай ойыншыны командаға қосып алғысы келеді? Томас Парти мықты ойыншы, бірақ осындай әңгімелер тарап жатыр. Манчестер Сити мен Бенджамин Менди арасындағы нәрсе есіме түсіп кетті. Дәл осындай жағдай Манчестер Ситидің басына өткен еді. Назарларыңыздағы ойыншының аты кім? Бұл Манчестер Юнайтед сапында ойнаған, қызы айтқан, мені зорлады деген кейін Манчестер Юнайтедтен мансабы жақсы болмай, командадан кетіп қалуға мәжбүр болған. Қазіргі уақытта Марсель клубында өнер көрсетіп жүр. Ағылшын премьер лигасынан кетіп Ла Лигаға барды, енді Франция лигасында өнер көрсетуде. Достар, бүгін топ ойындар бар. Реал Мадрид және Боруссия Дортмунд, Пари Сен-Жермен және Бавария арасындағы ойын. Пари Сен-Жермен мен Бавария ойыны, енді менің ойымша бұл жерде Пари Сен-Жермен фаворит. Пари Сен-Жермен жеңіледі. Реал Боруссия болса, Реал Мадрид әдеттегідей Боруссия Дортмундты жеңеді деген ойдамын. Өз болжамдарыңызды комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Есепті тапқан адамды келесі видеоға көрсететін боламын. BBC басылымы Манчестер Сити Диего Коштаға байланысты сатып алу тармағын іске қосуға жақын қалды деген тақырыппен мақала жариялады. Сізге түсінікті болу үшін айта кетейік, қазір оның нарықтағы құны бар болғаны 40 миллион еуро. Бірақ ойыншыға деген сұраныс өте жоғары. Кошта қазір әлемдегі сұранысқа ие қақпашылардың бірі. Мүмкін ең бастысы емес шығар, бірақ гранд клубтар қақпашы іздегенде оның есімі үнемі аталады. Сондықтан Манчестер Сити тарапынан оның нарықтық бағасынан 2 есе көп төлеуі түсінікті. Айтпақшы, Коштаның бұл трансфері бізде Эдерсонның Манчестер Ситиден жақын арада кетуі мүмкін деген меңзеп тұр. Ол өткен жазда кетуге тиіс болған, бірақ сол кезде Гвардиола оны тағы біраз уақытқа қалуға көндірген. Мүмкін сол кезде тағы бір маусым ғана ойна, осы уақыт аралығында біз жаңа қақпашы аламыз деп айтқан шығар. Енді Эдерсон өзі былай деді: мен Ситиден қаламын, премьер лигада тағы бір чемпион болғым келеді, чемпиондар лигасын ұтып алуға тырысамын. Достарым маған қатысты көп деген жалған жаңалықтар таратып жүр, бірақ соның 99% өтірік деп сөзін аяқтады. Алайда осыдан кейін сол сұрақты Ситидің бас бапкері Пеп Гвардиолаға қойғанда, ол былай деді: Эдерсон қалады ма? Білмеймін. Бір ғана айта алатыным, жаттығудағы еңбегі керемет. Оның бізбен бірге болғанына қуаныштымын. Соңғы 10 жылдағы жетістіктерімізді онсыз елестетуі қиын. Оның қосқан үлесі өте зор. Мен онымен қатты ризамын. Эдерсон мықты қақпашыларға кіреді деп сөзін аяқтады. Бұл мәселеде команданың бас бапкері де еш нәрсе айтып жатқан жоқ, ашық түрде айтқан жоқ, бізге керек деп сөзін аяқтады. Негізінде осы Манчестер Ситиде қалғанда дұрыс сияқты, себебі әлем чемпионатына бару үшін негізгі мықты командада ойнағаны дұрыс. Ал Диего Коштаға тоқталатын болсақ, Диего Кошта ұлттар лигасында өзін жақсы көрсетті. Португалияны финалға дейін алып шықты және финалда жеңіске жете алды. Манчестер Ситидің өзі осындай мықты қақпашыны алғысы келеді. Эдерсонның өзі байқасаңыздар көп қателіктер жіберіп жатыр. Әлхилалға қарсы ойындарда көп шайып кетті. Сол себепті Манчестер Сити басшылығы да және команданың бас бапкері Гвардиола да сатсақ сата салайықшы, болды уже, оның да дәуірі бітті деген сияқты. Эдерсон болса, Манчестер Ситиде қаламын, ешқайда бармаймын дейді. Егерде команданың бапкері Гвардиола кет дейтін болса, маған Кошта керек дейтін болса, давай деп кетуі әбден мүмкін. Өзілеріңіздер әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз болсақ жаңалықтарымызды жалғастыра береміз. Диего Жота мен қоштасу рәсімі өтті. Кеше таңертең Ливерпульге Джордан Хендерсон келіп, бұрынғы командаласына құрмет көрсетті. Хендо жылап жіберді. Оқиға орнын түсірілген фотосуреттерге қараудың да өзі ауыр. Эвертон өкілдері Жота мен оның бауырына арналған мазарға дейміз ба не дейміз, бұған да кеп бәрі өзінің көңілін айта кетті. Қоштасу рәсімі жергілікті қаралы шіркеуде кеше басталды. Оған Португалия президенті Марсело Рубен Ли Соза, Португалия футбол федерациясының президенті Педро Пренса, Порту клубының президенті Андре Виллаш Боаш және екі ағайынды ойнаған басқа клуб басшылары да қатысты. Португалия құрамасындағы әріптестері кеше келіп кетті. Бернардо Силва, Андре Силва, Диего Далот, Жозе Фонте, Ливерпульдегі бұрын командаластары Фабион және Тиаго Алькантара да келіп кетті. Джорджо Мендештің де өзі келіп осы ойыншымен қоштаса кетті. Бұл ойыншының қазасы баршамызға ауыр тиді.
Белгілі болғандай, Жотаның көлігі Ламборгинінің баллоны дейміз ба, енді дөңгелегі жарылып кеткен. Одан кейін барып бір жерге барып қадалған, енді жардың астына барып қадалған. 250 мың фунт стерлинг тұратын машина екен, және рөлде өзі болған екен. Жылдамдық та жақсы болыпты. Жотаның қазасын себепті барлық клубтар жаттығу жасар алдында бәрі тыныш тұрып 1 минуттық үнсіздік жасап, ойыншыны еске алып жатыр. Ал достар, бүгінгі жаңалықтарымыз осы. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ертең ұзақырақ видео шығатын болады.